Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым, армысыздар қарорман халқым, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгінгі тікелей эфиріміз орыс ойнап жүріп от басты, Израиль ашуға басты. Лавровтың ойланбай сөйлеген сөзі тұтас бір Израиль халқының ашу-ызасына дейді. Кеше Лавров ана орыстың түрі есекке ұқсайтын сыртқы істер министрі, мынау Зеленскийдің қаны, еврейдің қаны керек десең, ол үшін жаңағы айтсақ, Гитлердің қанында да еврейдің қаны бар деп, анау екінші дүниежүзілік соғыстан бері ешкім айтпаған бірдеңкені білгішсініп айтып қалып еді. Тұтас Израильдің халқы орнынан дүр көтеріліп, Израильдегі Ресейдің бас елшісін шақырып алып, мынаны бізге ежіктеп түсіндіріп беріңдер деді. Енді орыс пен Израильдің ортасы ушығып кетуі бек мүмкін. Себебі Израильде 1 миллионға жуық Совет одақ елдерінен келген орыс тілді еврейлердің болғанына байланысты, және Израильдің Иранмен қарым-қатынасына байланысты, Израильдің жаңағы Либанын, Палестин және анау Сириядағы әсіре радикалдық күштерден қорғануына байланысты Ресей мен олардың ортасында бейресми ымыраластық бар еді. Енді осы бейресми ымыраластықтың өзі тасталқан болуы бек мүмкін. Ал орыстың ойланбай сөйлейтін сыртқы істер министрі өзінің дипломатиялық көзқарасын айтамын деп отырып, өзінің әсілгі түп тамырындағы әсіре нәсілшіл, әсіре расизмдік, әсіре рашизмдік, әсіре нәсілшілдік, фашистік көзқарасын әшкерлеп алды. Мына расизм деген ауру бар. Расизм деген нәсілшілдік дегеннің ағылшыншасы. Енді біз соны өзгертіп, орыс нәсілшілдігін рашизм деп айтқанды дұрыс көреміз. Сондықтан әлеуметтік желіде рашизм деп жазса, оны не екен демеңдер. Расизм дегенді нәсілшілдік десек, рашизм дегенді орыс нәсілшілдігі дейміз. Себебі орыс деген сөзді рашы деп айтады шетелде, ағылшын тілінде. Ендеше сол рашизм. Ал енді бұл нәсілшілдік пиғыл адам баласына бұл шайтаннан келген, нағыз Құдай атқан қарғыс деген пиғыл. Адам баласының бір адамнан тарағанын, адам ата мен қауананың ұрпағы екендігін терістегісі келіп, адамның мына бөлігі ана бөлігінен асыл деп бөлшектегісі келетін бұндай ауру Құдайдың қарғысына қалған мінез. Және қандай да бір адам немесе қауым осындай бір нәсілшілдік аурумен ауырса, менің мына бір нәсілім ана бір нәсілден артық, мен тектімін, сен тексізсің, мен мықтымын, менің бір жерім сенің бір жеріңнен артық десе, онда ол Құдайдың қарғысына қалған қауым болады. Тарихта ондай қауымдар қарғысталады және жойылды. Екі дүниесі лағнеттелген, жәннаттан үміт күтпейтін шайтан, ол кісі өлтірген жоқ, ол диктатор патша болған жоқ, ол миллиондарды өлтірген жоқ, бірақ ол бар болғаны осындай тәкаппар болды. Мен оттан жаралдым, таза оттан жаралдым, нәсілім жоғары, адам топырақтан жаралды, нәсілі төмен, мен оған сәжде жасамайын, басымды имеймін деді. Сөйтіп жаратушының қарғысына қалды. Алла тағала оны екі дүниеде қарғап, баратын жерің тозақ деді. Сондықтан қазақ баласы үмітсіз шайтан дейді. Себебі шайтан ертеңінен болашағынан үміт күтпейді. Яғни шайтанның лағнетке қалуы оның әсіре тәкаппарлығынан болсақ, осы расизм де, рашизм де әсіре тәкаппарлықтан шығады. Ал бұл біріншіден жаратушының қарғысына қалған мінездер. Ал адам баласындағы рушыл, тайпашыл, жаңағы ата бабасының рухымен мақтанатындардың барлығы осындай қарғыс атқан мінезбен ауырғандар. Сондықтан біліп және білмей нәсілшіл боп руыңмен, тайпаңмен мақтансаң, ендеше бірден өзгерт, себебі Құдайдың қарғысына қаласың. Адамның барлығы адам ата мен қауананың ұрпағы. Алла жіберген соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өзі егер кімде-кім ата бабасымен мақтанса,
оған онда мынаны жеңдер деп айтыңдар деп өте жаман бір хадис айтқан. Бұл хадисті мен бұл арада аузым барып айта алмаймын. Бірақ өте жаман адам аузы бармайтындай бір сұмдық хадис айтқан. Яғни ата бабасымен мақтанатындар, қысқасы пайғамбардың да жаңағы тиым салуына тура келетін сондай бір бұл сүйкімсіз істерден болып саналады. Сондықтан мынау орыстың мына нәсілшілдігі туралы аяқ астынан кеше Тайванның бір медиасы хабарласып, ай Серікжан мырза, мына осы Лавров өстіп айтыпты, сен енді орысты жете білетін адам ретінде мына бүкіл демократиялық Қытай тілді әлемде Сингапур, Тайван, Еуропа, Американың бүкіл Қытай тілді әлеміне танылып келе жатсың. Осы мына Лавров есектің мына сөзіне не қарайсың деді. Ай бір құмарымнан шыққанша Лавровты жеті қабат жердің түбіне тығып тура бір тепкілеп алдық. Сосын ары қарай тарихтан біраз жібердік. Бұл нәсілшілдіктің арғы жағында мынау Дарвиннен бастап біраз әңгіме айттық. Себебі коммунистер мынау Маркс Энгельстің өзі сол осы дарвинизмдік бір пиғылмен ауырады. Оларда да осындай бір нәсілшілдік пиғылдар болады. Тіпті Маркстың өзі мына орыс, тағы мына шығыс Еуропа халықтар, тіпті мына варварлық жабай халықтарды оны жаңа өмір сүру құқы жоқ. Олардың барлығын қырып тастап, орнына өркениетті өскен нәсілі жақсы халықтарды қою керек деген сөзді сол Маркстың өзі айтқан болатын. Маркстың бұндай сұрқия, бұндай әсіре қырғыншыл адам екендігін коммунистік елдерде барынша жасырып келді. Анығында Маркстың өзі мына варварлық тайпалар, жаңағы малмен айналысатындар, тіпті мына орыстардың өзі деп тұр жазды. Орыстар осы Маркстың бүкіл шығармасын аударғанда тура сол шығармасына тиым салып аудармай қойған. Ал тағы бір нәрсені айтайық. Мына Маркстен кейінгі Энгельстер тіпті мына дарвинизммен ауыратындар. Дарвинизмнің өзі мына эволюция деген, мына біртіндеп даму теориясы деген бұл нағыз шайтанның дүниесі. Және тарихта бұл ешқашан дәлелденген жоқ. Адамға ұқсайтын маймыл, маймылдан адамға ұқсайтын, яғни адамсыман маймыл, сол адамсыман маймыл мен қазіргі адам ортасында өтіспелі адамсыман маймыл болды дейді. Оның өзі жаңағы дарвиншілдер маймылдың бас сүйегіменен адамның бас сүйегін қосып, ортадан қосып жасағанын кейінгі ғалымдар дәлелдеп тастаған. Яғни адам ешқашан маймылдан ауыспаған. Бұны жаңағы дарвиншілдер дәлелдеу үшін қолдан жасап, кейін мынау карбондық технология арқылы, мына әрбір заттың жасын өлшей алатын технологиялар арқылы, изотоптық технологиялар арқылы олардың жасын өлшеп келгенде, жаңағы құрастырылған бас сүйектің масқарасы ашылып, оның барлығы мұражайдан шеттетіліп, сонымен ақ болды, көк болды, жоқ болды деп бұны тыныш жауып қойған болатын. Сондықтан бұндай нәсілшілдік аурудың ар жағында сатанизмнің қазақ даласына емес, бүкіл адамзатқа сатанизмнің ең сұмдық белгісі болып келген марксизм. Иә, сатаншылдық, сайтаншылдық адамзатта тым арғы заманнан келе жатқан дүние болса, мына нәсілшілдікте сол осы марксизм болып адам тарихына келді. Кейін Ленин бұны өлгенше дамытты. Ал Ленин дамытып бұл нәсілшілдік кезінде Ленин мен Сталин Совет одағындағы нәсілі нашар деген 50 мыңнан артық мүгедек адамды жиып алып біртұтас өлтіріп тастады. Лениннің кезінде де, Сталиннің кезінде де тума мүгедек адамдар, тума кемтар адамдардың барлығын өлтіріп орыс ұлтының нәсілін жақсартамыз деді. Ал Ленин мен Сталинмен пара-пар бірдей уақытта, кейін Сталиннің тұсында билікке келген Гитлер де Германиядағы барлық мүгедек адамдарды, ақыл-есі кем адамдар, тіпті тума мүгедек адамдарды жинап алып, неміс ұлтын сапаландырамыз деген сылтауменен олардың бәрін қырып тастап отырды. Ал Гитлер тіпті нәсілшілдікке өлгенше сенді. Ол тіпті мынау сығандарменен еврейлерді қынадай қырған сұмырай болатын. Оның ойынша сол неміс дүниедегі ең нәсілді халық болып саналды. Адам баласына бұндай шайтани пиғылды бұрынғы кезде шайтаннан басталған болса, кейін адасқан адамдар, яғни денесіне шайтан енгендер, яғни Құдайдың қарғысына қалғандар дәріптеген болса, ол дарвинизм болып қайта келді. Оны дарвинизмді сенген және оны аспандатып тұрып, оны реал өмірде іске асырған Ленин, Сталинмен қатар параллель Гитлерде болды. Ал Лениннің өзі Германияның
шпиондық барлау қызметкері болды. Ол Германиядан алған қаржысыменен орыс патшасын құлатып, Ресейде төңкеріс жасауға жіберілген шпион екендігін Германия баяғыда құпия құжаттардан әшкерлеп тастады. Ол ешқандай да бір коммунистердің көсемі емес, ол кәдімгі Германияның Ресей патшалығын аударуға жіберген шпионы ғана. Кейін ол билікті алды. Ол билікті алған кезде Германияның патшалығының өзі аударылып, Германияда саяси төңкеріс болып жатты да, Ленин Ресейге ие болды да қалды. Ал Ресейге ие болған Ленин Германиямен болған құпия келісіміне сай, бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін ешқандай әскери техника өндіру құқы болмайтын Германияға бүкіл әскери техниканы өндірді. Және сол замандағы Ленин Сталиннің кезінде Совет одағының өнеркәсіптенуінің барлығы немістің құпия жіберген өнер адамдары, кәдімгі завод, өнер тапқыштары, солардың жобасы бойынша Совет одағы өнеркәсіптенді. Оның ешқайсының орыс өнер тапқыштарымен немесе орыстың жаңағы саяси немесе экономистермен қатысы жоқ. Себебі бірінші дүниежүзілік соғыста жеңілген Германияға әсіресе әскери өндірістік техниканы дамытуға тыйым салынып, бәленбай миллиард адамның ақылы жетпейтін айыппұл салынған. Оны Гитлер заманына дейін олар төлеп келген болатын. Ал бүкіл Гитлердің билікке келгеніне дейінгі немістің бүкіл техникасын сол неміс мамандары Совет одағында өндіріп отырды. Сталиннің кезінде Гитлермен өзара шабуыл жасаспау деген құпия келісім шартқа отырды. Өзара 10 жыл бойына шабуыл жасаспау келісім шартының ішінде Полшаны екіге бөліп алу, ар жағынан неміс, бер жағынан Совет одағы кеп, Полша дейтін елді жойып жіберу туралы келісім шарт болған болатын. Тіпті Германиямен болған құпия келісім шарттың бірінде Түркияны басы бүтін жойып, Қара теңізді Ресейге қаратып, Қара теңізден Қызыл теңізге шығатын ауызды сөйтіп Германия менен, яғни Еуропаның менен бөлісу болған. Ал Германияның өзі орыстар менен осындай келісім шартқа құпия отырғаны менен Қара теңізден Ресейдің шыққанын қалаған жоқ. Себебі Қара теңізден Қызыл теңізге шығу, одан ары Ашық теңізге шығу орыс патшаларының осы ғасырдан бергі арманы болып келді. Ал кезінде анау Оспан түркі патшалығы кезінде немістердің түріктерге бір кеме беріп, сол кеме жаңағы бүкіл орыстың кемелерін Қара теңіздің аузынан қағып отырып, Түркиядан ара асырмай қойғанын білесіздер. Ал оның алдында Англия мен Франция бірігіп, Түркияны қолдағансығаны менен, дәл сол орыспен қарсы соғысатын кезде Англия бас тартып, Англиядан көмек болмаған, Англияға жіберген кемені алам деп барған алармандарын, түріктің елшілерін англиялықтар ұрып соғып тастап, сонымен түріктер ызаланып, неміспен одақтасып, бірінші дүниежүзілік соғыста неміспен одақтасқан үшін Түркияның да жазаға ұшырап қалатын себебі содан. Кейін Мұстафа Кемал Ататүрік түріктерге өсиет айтып, өмір бойы тек Англия және Америкамен одақ болыңдар, сонда ғана Түркияның амандығын сақтайсыңдар деді. Мұстафа Кемалдың көрегендігі де сол шығар. Мүмкін оның басқа нәрселерін біз оң көрмесек, оң көрмеспіз. Бірақ Түркияның аман қалуы сол Англия, Америкамен одақ болып, Ресейді Қара теңізден қылқындырудан басталды. Яғни Қара теңіз Ресейдің мәңгілік арманы болып қалды. Кеше ғана Ердоған Қара теңізден Ресейдің бір кемесін өткізбейтінін жариялады. Міне бұл тарихтан анау Мұстафа Кемалдың ар жағында Оспан түркі заманынан Ресейдің Қара теңізде қылғынып, Қара теңізден ара салмай сорлап отырғанның белгісі. Енді сөзімізге қайта келейік. Мынау нәсілшілдік, расизм туралы айтып келе жатқанбыз. Осы нәсілшілдік туралы сөзіміздің жалғасын жалғастырайық. Ой, маналар тағы шөбін отап. Көшіп кетем ғой деймін. Мына шөбін отап көршілер. Қайта. Ал, міне жерге келейік. Тыныш болып қалды ма? Дауыс тыныш па? Жоқ, алай таман барып сөйлейін ба? Дауысым тыныш па? Сол бұл нәсілшілдіктің ар жағында Гитлердің нәсілшілдігі тұр. Сол Гитлермен одақ болған орыс коммунистердің нәсілшілдігі тұр. Совет одағында басқұлттарды қынадай қырып тастаған коммунистердің бүкіл жоба жоспарда сол нәсілшілдіктен басталады. Яғни фашизм, расизм, рашизм, орыс шовинизмі бір ұғым. Міне содан барып
Лавров сол өздерінің анау арғы коммунист аталарынан қалған, шайтан аталарынан қалған нәсілшілдігін айтып қалып, кеше Израильдің шамына тиді. Енді Біріккен Ұлттар Ұйымының өзінде орысқа қарсы дауыс бермей отырған, орыс-украин соғысында Украинда менің бауырым басшы болыпты деп жан тартпай, тіпті жарты миллион еврей Украинның халқы екендігін елемей, орыспен ара қатынасында нейтралдықты сақтаған Израильдер енді орыспен арасы ушыққалы тұр. Жақсы, аман сау болыңыздар. Тағы лекциям бар еді, оны үйдің ішінде жалғастырайын. Мына көршім шөбін отап, дауыс шулап кетті. Сәлден кейін сіздерменен үйдің ішінде кездесейік. Аман болыңыздар.